Бәріне сәлем тапқыр достар. Білім көз арнасына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз сіздермен шындық жалған ойынын ойнаймыз. Ойын өте қызықты және пайдалы болып шықты. Сіздер барлығы 21 таңдау жасайсыздар. Бүкіл таңдауға 6 секунд кетеді. Өміріңізде естімеген факттарды осы видеода естисіздер. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып дайын отырыңыздар. Ал достар, мен бастаймын. Қанеке бірінші таңдауды жаса. Өрмекші ол жәндік. Достар, бұл толықтай жалған. Өйткені өрмекшіде 8 аяқ, ал жәндіктерде тек қана 6 аяқ болады. Маңдай сүйегі адам қаңқасында ең берік болып саналады. Әрине бұл жалған. Адам қаңқасында ең берік сүйек жіліншік болып саналады. Жамбас сүйегімен салыстырғанда жіліншік 4000 кг қысуға шыдайды. Мидың сол жарты шары логикаға жауап береді, ал оның жартысы шығармашылыққа жауап береді. Бұл жалған, яғни жай ғана миф. Шын мәнінде адам миының функциялары арасында нақты бөлу жоқ. Дүниеде ең көп тараған есім Мұхаммед. Бұл шындық. Егер статистикаға қарасақ, 150 миллионнан астам адам Мұхаммед деп аталады. Леонардо да Винчи қайшыны ойлап тапты? Жауабы шындық. Архимед ашқан рычаг дизайнына сүйене отырып, ол қайшыға ортасында шегемен бірге ұсталған 200-дің заманауи пішінін берді. Адам мен бананның ДНК-лары 95%-ға бірдей. Әрине бұл жалған. Адам мен банан ДНК-лары 95% емес, тек қана 50%-ке ұқсас. Дельфин бір көзін ашып ұйықтайды. Дельфиндер ұйықтап жатқанда есін жоғалтып алуы мүмкін. Себебі олардың тыныс алуы автоматты емес. Оны жануарлардың өзі басқарады. Сондықтан да дельфиндер де біз сияқты терең бейсаналық ұйқыға кетсе, тынысы тоқтап, тұншығып қалады. Сол үшін олар бір көзін ашып ұйықтайды. Бәшбай тырнағы мен саусақ тырнағы бірдей уақытта өседі. Бұл сұрақтың жауабы жалған. Өйткені саусақтың тырнақтары әдетте айына шамамен 3,5 немесе 4 мм өседі. Ал аяқтың тырнақтары айына 1,6 немесе 1,8 мм жылдамдықпен өседі. Қорытындылайтын болсақ, саусақтың тырнақтары тез өсетінін байқаймыз. Ер адамның жүрегі әйелдікіне қарағанда баяу соғады. Бұл әрине шындық. Өмір бойы жүрек шамамен 2,5 миллиард рет соғады. Әйелдің жүрегі сәл жылдамырақ соғады, минутына 78 рет. Ал ер адамның жүрегі баяу соғады, 70 рет. Әлемдегі ең ұзын адамның бойы 300 сантиметрді құрады. Бұл жалған. Ең үлкен бой 272 сантиметрге дейін жеткен, және ол американдық Роберт Одлудікі. Оның 10 жасында бойы 190 сантиметр болды. Тышқандар қыдықтаудан қорқады. Әрине бұл толықтай шындық. Тышқандар арқа мен табанға тигенде сықырлайды, бірақ іш пен буындарды қытықтаудан қорқады. Дұрыс тапқан шығарсың, иә? Ал біз келесіге көшеміз. Кішкентай балалар туылғанда көру қабілеті өте жақсы болады. Жауабы жалған. Көп балалар дальтоник болып туылады. Бұл түс көрудің туа біткен бұзылуы генетикалық мутация болып табылады. Барлық жәндіктер бастарын бұра алмайды. Әрине бұл жалған. Жәндіктердің арасында басын бұра алатындар бар, және оларға дәуіт кіреді. Адамның бойы таңертеңгіге қарағанда кешкі уақытта жоғары болады.
Жауабы жалған. Адам төсектен алғаш тұрғанда оның бойы төсекке жатқандағыдан шамамен 1 сантиметр артық болады. Бұл біздің буындарымыз жұмыс жасағанда немесе жүргенде қысылатындықтан болады. Ал біз ұйықтағанда осы буындарымыз созылып, біздің бойымыз қайта өседі. Бегемоттар жүзе алмайды. Әрине шындық. Бегемоттар көп уақытын судың үстінде өткізеді, бірақ олар жүзуді білмейді. Жануардың аяқ-қолдары әрқашан судың түбімен байланысты болады. Ватикан бұл ел. Жауабы шындық. Ватикан оңтүстік Еуропада орналасқан. Дүние жүзіндегі ауданы бойынша ең кішкентай ергежейлі мемлекет. Бұл қала ішіндегі қала. Жер шарындағы ең ұзын адамдар Австралияда тұрады. Жауабы жалған. Ең ұзын адамдар Нидерландыда өмір сүреді. Ерлердің орташа бойы 182 сантиметр, ал әйелдердікі 168 сантиметр. Жирафтың мүйіздері бар. Бұл толықтай шындық. Жирафтың мүйіздері шынымен бар, және оларды осикон дейді. Арасында оларда тек қана бір осикон болады. Суды қатырғанда су көлемі үлкейеді. Бұл шындық. Суды қатырғанда көлемі үлкейеді. Өздеріңіз білетіндей су қатып мұзға айналады. Көлемі шамамен 10%-ке артады. Эверест жер шарындағы ең үлкен тау. Жауабы жалған. Көбі дәл осылай ойлайды. Бірақ біз судың астындағы тауларды да санасақ, онда Эверест ең үлкен тау емес. Ең үлкен тау ол гавайлық Мануа-Кеа. Биіктігі 10.200 метр. Эйфель мұнарасы жазда 15 сантиметрге биіктейді. Әрине бұл толықтай шындық. Жазда өте ыстық болған кезде болат ыстық болады, және де өте қатты қызады. Және кеңейе бастайды, сосын көбірек көлемді алады. Бұл құбылысты біз жылы кеңею деп атаймыз. Міне достар, видео аяқталып қалды. Видеоны осы арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға видео қызық болды ма? Жазып кетіңіздер. Егер сіз 19 немесе 21 сұрақ тапсаңыз, сіз жеңдіңіз. Ал 14-тен 18-ге дейін тапсаңыз, ойынды жақсы өттіңіз деген сөз. Ал ендеше достар, мен видеоны аяқтадым. Қош, сау болыңыздар.